Баршаңызға сәлем, мен атым Саят, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Gallup тесті деген не, оған деген менің көзқарасым қандай, және де мен ол тестті 2 рет тапсырған болатынмын. Сол екі нәтижені және олардың арасындағы айырмашылықты көретін боламыз. Ең бірінші, Gallup не деген сұрақтың жауабын табу үшін Википедияға жүйенейік. Ол жерде көретін болсақ, 1935 жылдан бастап Gallup институты сауалнамаларға, қоғамдық сауалнамаларға негізделген тесттер ала бастаған. Одан кейін 50 жылдан кейін шамамен 1980 жылдардан бастап осы Gallup Clifton Strengths тесті пайда болған. Ол именно educational жаққа кеткен. Educational дегеніміз, яғни білім алу саласында адамдарда қандай таланттар болуы мүмкін, жалпы адамдарды тану барысында олардан қандай таланттарды байқаймыз деген. Видеоның жалғасында бұл таланттарға нақтырақ тоқталатын боламыз. Ал қазірше Gallup тестінің негізгі 5 принципіне тоқталайық. Біріншісі, таланттар бейтарап, яғни жақсы, жаман деп олар бөлінбейді. Және де барлық таланттардың былайша айтқан кезде күші бірдей. Таланттар ярлық емес. Үшінші принцип, жақсы ниетте болыңыз. Яғни бір адамның Gallup-ын қараған кезде оның әлсіз таланттарына емес, мықты таланттарына көңіл бөлу керек. Төртінші принцип, өзгешелік, ол артықшылық. Әр адамның өзіне тән қайталанбайтын Gallup нәтижесі болады. Және де оның жаңағы өзгешелігі оған белгілі бір артықшылықтарды, күштерді береді. Бесінші принцип, адамның күні адаммен. Бұл дегеніміз, біз Gallup тестін қолдана отырып, түрлі адамдардың бір командада, бір отбасыда, жалпы бір-бірімен қалай қарым-қатынас жасауға болатынын көре аламыз. Енді таланттар туралы нақтырақ айтатын болсақ, барлық таланттар 4 топқа бөлінген. Оларды domain деп атайды ағылшынша. Олар executing, біріншісі ол жасау деп аударсақ болады. Екіншісі influencing, әсер ету. Үшінші relationship building, яғни адамдармен қарым-қатынасқа байланысты көбінесе, және де төртіншісі strategic thinking. Бұл стратегиялық ойлау деп аударсақ болады. Және байқағанымыздай, бұл жерде жасау, әсер ету, қарым-қатынас және ойлау. Осылай 4 топқа бөлінген, және осы топтарға 34 талантты бөліп жазған. 34 талант әр адамда 1-ден 34-ке дейін жазылады, яғни бірінші болып жазылған талант сізде ең мықты талант, ал 34 ең әлсіз талант. Және де осындай 34 таланттан тізбек құрылған кезде сізде таланттардың ДНК-сы құрылады. Ал енді бұл тесттің бағасына келетін болсақ, бұл ақылы тест, және де осы видео жазылып жатқан сәттен 1 ай бұрын, 2022 жылдың соңында оның бағасы $50-дан $60-ға өсті. Сол. Жалпы Gallup туралы анықтама осы. Біз оның историясын айттық. Тарихы қалай шыққан, қандай принциптерға сүйенеді, және де оны тапсыру үшін сол сайтқа кіріп тапсырсаңыздар болады, және ол ақылы тест. Енді видеоның ар жағындағы бүкіл мәлімет, ол менің көзқарасым. Айтқандай, Gallup тесті белгілі бір адамдардың ой пікірінен құралған, сауалнамалардан құралған құрал. Және де ол 2 миллион адамнан алынған тест болса да, ол бәрібірде адамның бір ойы. Сондықтан әр адам осы Gallup туралы өз ойы болса болады деп ойлаймын. Өйткені бұл математика сияқты нәрсе емес, 1 + 1 = 2 дейтін сондай абстрактный, өзгертуге болатын нәрсе деп ойлаймын. Таланттардың әрқайсысына кірмес бұрын айтылғандай жаңағы домейндарға, топтарға тоқталатын болсақ, жаңа айттық, жасау, әсер ету, қарым-қатынас құру және де ойлану деп. Және бұл нәрсені адамның таланттары болғаннан кейін жалпы адамның бір күнделікті жасайтын әрекеттеріне негізделген. Былайша айтқан кезде адам бәрібір де бір нәрсе жасайды, бәрібір де біреуге әсер етеді,
бәрібір де біреумен қарым қатынас құрады, өйткені адам социальное животное деген нәрсе бар ғой. Сол үшін сен адамдармен бәрібір де қарым қатынас құру керексің. Және де төртінші, ол ойланады адам. Біреу көбірек ойлану мүмкін, біреу азырақ, біреу көбірек бір нәрсені жасауға бейім болуы мүмкін. Бірақ бұл төрт нәрсенің мысалға біреуі жоқ болып кете алмайды. Бәрібір де адам белгілі бір дәрежеде мысалға біреулерге әсер етеді деген сияқты. Мысалға менде инфлюенсинг домен өте әлсіз, сол домейндағы таланттар. Бірақ бұл менің басқа адамдарға әсер етпейтінімді көрсетпейді. Белгілі бір дәрежеде бәрібір мен адамдарға әсер етемін. Бұл бірінші ой. То есть бұл жерде енді біз адам ретінде қарап отырмық, бірақ бұл бизнесте да қолдануға болады. Мысалға бір компанияны алатын болсақ, оның бір басы болады, ойланатын, strategic thinking. Бәрібір де бір executing группалары болады, бір жасалу керек жұмысты жасайтын, және адамдармен қарым қатынас құратын, және де әсер ететін деген сияқты. Осы төрт топтағы заттар бәрібір де болады. Бұл енді мемлекетке де кетуі мүмкін, білмеймін, бір отбасы болатын болса, соған да қолдануға болады. Бұл бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, айтқанымыздай, Галлап дейтін 2 миллион адамнан опрос алынып шығарылған, былай айтқан кезде бір сүзілген нәрседі. Бұл жерде адамның мнениясына негізі бір сүйенуге болмайды. То есть бір шешім шығарар кезде Галлапқа ғана сүйеніп шешім шығару, былай айтқан қандай шешім шығару мүмкін? Мамандық таңдау, білмеймін, жар таңдау деген сияқты нәрселерде тек қана осындай құралға, Галлапқа сүйену дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені бір адамды анықтайтын оның таланттары емес, жалпы адамның құндылықтары деп білемін. Сол үшін былай айтқан кезде Галлапқа қатты сенбеу керек. Біз күнделікті өмірде күнде Галлапты қолданып белгілі бір анализдер жазсақ болады, бірақ бүкіл өмірімізді сол Галлапқа тіреп қоюға болмайды. Үшінші нәрсе, үшінші менің ойым, ол біз белгілі бір нәрселерді жасаған кезде Галлаптағы таланттарды отмазка ретінде қолданып кетуіміз мүмкін. Мысалға, мен бір нәрсені жасай алмаймын, күнделікті жасай алмаймын, өйткені менде дисциплина мен консистенси мысалға төмен орналасқан деген сияқты нәрсе деген ойлау жүйесі деймін бе, reasoning қате. Өйткені сенің әрекеттерің, то есть Галлап сенің әрекеттеріңді анықтамайды, керісінше сенің істеген әрекеттеріңнен сол Галлап шығады. Мысалға, сіз егер өзіңіз жаңағындай консистент болып дисциплинаңызды дұрыстасаңыз, мүмкін ол таланттар көбейеді, былай айтқан кезде жоғарыға көтеріледі. Ол қатып қалған нәрсе емес Галлап деген. Сол үшін жаңағындай қайталап айтайын, біздің Галлаптағы белгілі бір таланттар болған үшін мен осылай әрекет етемін емес, керісінше мен осылай әрекет еткенім үшін менің Галлабым осындай. Мысалға, менде жаңағындай дисциплина деген нәрселер білмеймін, жоғары болуы мүмкін. Өйткені мен кішкентай кезімнен бастап жаңағындай ата-анам мектепке баруымды, таңертең тұрып кешке уақытылы жатуымды мысалға қатаң қарайтын болған. Сол үшін менде ол нәрсе уже приоритетке шығып кеткен деген сияқты. Егер мен ол нәрселерді тастайтын болсам, мүмкін олар түсіп кетеді астыға дегендей. Енді ол күн сайын ауыспайды, бірақ уақыт өте келе бәрібір Галлап ол ауысатын нәрсе. Сол үшін ол таланттарды отмазка ретінде қолдануға болмайды. Жалпы отмазка айтпау керек қой. Төртінші және соңғы ой, Галлап жалпы құрал дедік, және ол құралды не үшін қолданамыз? Белгілі құралдарды өзінің орны болады қолданатын. Құрал жаңағы принциптарынан келгендей адамның күні адаммен де. То есть біз адамдармен қарым қатынас жасаған кезде ең бірінші, ең көп уақыт өтісетін, ең көп жалғыз қалатын адам әрқайсымыз үшін ол өзіміз. Сол үшін біз өзімізді тану үшін осы Галлапты қолдану керек. Мысалға, белгілі бір нәрселерді не үшін жасаймын, не үшін жасамаймын деген сияқты. Бұл
более психологияға кіріп кетуі мүмкін, бірақ сол галаптың анализі арқылы да өзіңді плюс-минус тануға болады. Және де екінші нәрсе, жаңағы айтқандай, ол критерий емес, бір соңғы тірелетін зат емес галап, бірақ жаңағындай бір командадағы мүмкін ата-анаңызбен немесе мұғаліміңізбен қарым-қатынас жасаған кезде, егер сіз оның галапын білсеңіз, және де оның галапына сай қарым-қатынас жасасаңыз, мысалға, білмеймін, ода жаңағындай learner бірінші немесе екінші, сол үшін оған үйреткен және үйренген ұнайды, сол үшін соған жаңағындай сол жағынан жақындайсыз дегендей. Айтайын дегенім, галапты құрал ретінде қолданатын болсақ, оны басқа адамдармен қарым-қатынаста қолдану керек. Бұл енді, білмеймін, менде relationship building жоғары болған үшін осылай ойлайтын шығармын, бірақ жалпы адамдарды түсіну емес, бірақ адамдарға дұрыс қарым-қатынас жасау үшін олардың галапына қарай әрекет етуге болады. Енді мына жерде менің ескі және жаңа галап тестінің нәтижелері, бірден қатты байқалатын өзгерістерді айтайын, және де осы adaptability дейтін талантқа тоқталғым келіп тұр. Жалпы мен бірінші галапты 4-ші курстың басында тапсырдым, ал екінші галапты осы жақында тапсырдым. То есть бірінші және екінші галаптың арасында уақыт примерно 1 жыл 2 ай. Ол жердегі ең үлкен өзгерістердің бірі болған, мүмкін мен университет бітіріп басқа университетке магистратураға кетуім. Және де Harmony менде 1 болды, ол 7-ке түсіп кетті, ал adaptability 24-тен 4-ке көтерілді. То есть ең үлкен өзгеріс осы. Бұны қалай түсіндірдім мен өз-өзіме? Мүмкін, енді бұл білмейміз қалай, шынымен қалай екен, бірақ мүмкін мен жаңағындай университет маған үйреншікті жерден жүрдім, ол жерде менде план, мысалға, күнделікті өмірім андай қарапайым, андай түсінікті болды да, қайталанып отыратын дегендей. Ал мен уже новый университетке барғаннан кейін барлығы жаңа адамдар, жаңа орта, жаңа университет дегендей, жаңа сабақтар. Сол үшін маған мен бірінші болып тұрған Harmony'ім, который бір нәрседен общий тапқысы келетін адамдардан, ортақ консенсусты тапқысы келетін, ол әлсіреп, наоборот, adaptability үлкейіп кетті да, мен, в общем, более адаптивный болып кеттім деп айтайын ба. Соны өзім байқадым, мысалға, осындай сияқты анализдер жасауға қызық, білмеймін, қазір айтып отқанда қандай қызығып айтып отқан жоқ шығармын, бірақ жалпы күшті қызықты нәрсе. Тапсырып көрсеңіздер болады. Жалпы осымен видео бітті. Каналға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Келесі видеоларда көріскенше. Телек кеттім ғой ма?